Сәлем қыздар, қалайсыңдар? Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Күшті жаңалықтарды естіп жатсыңдар ма? Компания Фаберлик сыйлыққа халат берейін деп жатыр да. Осы акцияны пайдаланып қалып, директор статусын ашқыңыз келе ма? Егер сізге қызық болса, онда осы видеоны аяғына дейін қарап шығыңыздар, өйткені мен сіздерге күшті лайфхак айтайын деп тұрмын. Қараңыздар, мен осы жерге сізге маркетинг планды жазып қойдым. Егер де командамен 100 балл жасайтын болсаңыз, сіз 3%-ке шығып 900 теңге аласыз. Егер де командамен сіз 200 балл жасайтын болсаңыз, онда 6%-ке шығып 3600 теңге аласыз. Егер де командамен 600 балға шығатын болсаңыз, 9%-ке шығып сіз 16200 теңге аласыз табысты. Егер де сіз 1000 балл жасап 12%-ке шығасыз, онда 36.000 теңге аласыз. Егер де сіз 15.000 балл жасаса, 1500 балл жасасаңыз, сіз 15%-ке шығып 67.500 теңге аласыз. Егер де сіз 2000 балл жасасаңыз командамен бірге, сіз 19%-ке шығып 114.000 теңге командный товарооборот ақша аласыз да. Сөйтіп сіз директор статусын ашып 3000 баллды жасап 23% алып 270 мың табыс аласыз да. Енді қараңыздар, осы акцияны пайдалана отырып, сіз осындай жетістікке жайлап жетуге болады. 3-4 каталогтың ішінде. Осыны сізге мен түсіндіріп айтқым келеді. Қазір компания осындай акция ұйымдастырып жатыр да. Егер де сіз 25 балға заказ беретін болсаңыз, да, өзіңіз, сіз 25 балға, содан кейін сіз өзіңіздің артыңыздан 3 адамды шақыратын болсаңыз, оларға бірінші заказын бергізіп, сөйтіп бірінші, екінші, үшінші каталогта заказды беретін болсаңыздар, компаниядан сізге халат сыйлыққа аласыз да. Енді мен сіздерге халатты ала отырып, сіз қалай осындай табысқа шығатын нені көрсеткім келеді, секретті көрсеткім келеді. Енді секрет емес, лайфхак дейді ғой. Қараңыздар, сіз өзіңіз 50 балға заказ беріңіз, лучше да. 50 балға заказ берсеңіз, сіздің шақырған адамдардан жасаған балдары сізге қосылады. Вот осылай сізге қосылады. Сіз мына 3 адамды 3 аптаның ішінде ол адамға дұрыстап тұрып информация берсеңіздер, оларды сіз сияқты осындай табысқа шыққысы келетін шешім қабылдайды. Сонда сіз оларға тек просто жазып емес, сіз нақты оларға дұрыстап тұрып табысты айтыңыз. Нақты тұрып оларға стартовый программаны айтыңыз. Нақты тұрып оларға компаниядан барлық акцияларын айтатын болсаңыз, олар сіз сияқты түсініп, осыда лидер болып табысқа шығады да. Енді қараңыз, міне осы каталогта, бірінші каталогта сіз командамен бірге 200 балға шығасыз. То есть 4 адам 50 балдан заказ беретін болса, сіз уже 200 балл командный товарооборотқа шығасыз. Ол мына каталог бойынша 3% емес, уже мына жерде 6%-ке шығасыз. 6% деген сіз 3600 теңге командаға ақша аласыз. Командаға да. Мынау бірінші каталог. Келесіде, екінші каталог басталған уақытта сіз өзіңіз 50 балға заказ беріңіз. Ең басында беруге мен кеңес беремін. Өйткені өзіңіз қалай іс-әрекет жасайсыз, сөйтіп сіздің артыңыздағы адамдарды іс-әрекет жасайды. Енді сіз өзіңіздің артыңыздан шақырған 3 адамға осы сіз жасаған затты үйретесіз. То есть олар командамен 200 балға шығу керек. Оларға дұрыстап тұрып информация берген кезде, олар да сөйтіп жасайтын болады. Оларды артыңыздан 3 адам тіркетіп, оларға түсіндіріп айтасыз. Сонда олар командамен 200 балл болады. Мына жерде 200 балл болады, 200 балл болады. Мына жерде уже сізде 600 балл болады
командный товарооборот 650 балл да. Но сіз өзіңіз акция орындау керексіз ғой манағы халат алу үшін да. Сол үшін сіз артыңызға жаңадан адам шақырасыз. Оларға тоже самое, оларға дұрыстап тұрып информация беру арқылы сіз уже мына жерде мынау сіз мына алдындағы адамдармен 600 балға сіз жаңадан адамдарды өзіңізбен бірге 200 балл қойып, сіз 800 балл жасайсыз. Товарный командный товарооборот. Сонда сіз мына жерде неше балға шығасыз? Сіз мына жерге енді 1000 балға жетпей тұрады, 600 балл 9% болады. То есть 9 балл ар жағында кішкене тағы адамдарды тіркеп оларға түсіндіретін болсаңыз, сіз 9 или 12%-ке шығасыз. 9 или 12% мына жерде. Егер де дұрыстап тұрып, сіз жұмысқа кірісетін болсаңыздар. Вот да, енді қараңыз. Мынау 3-ші каталог. 3-ші каталог. 3-ші каталогта қайтадан сіз өзіңіз 50 балға заказ бересіз. Одан кейін сіз артыңызға алдындағы шақырған 3 адамыңызды уже сіз алдында жасаған іс-әрекетті үйретесіз. То есть олар деген 600 балға шығарасыз оларды. Одан да жылдам олар жасайтын ішінде пысық келіншектер болса, олар тоже самое или 12%-ке шығып кетуі мүмкін да. Сол үшін енді пока кіші неді айтайын, оларды 600 балға шығарасыз кемінде. То есть 9%-ке шығарасыз да. Мына адамдарды сіз түсіндіріп, алдындағы жасаған іс-әрекетіңізді дұрыстап түсіндіретін болсаңыз, оларды 200 балға шығарасыз. 200 балл. 200. Да? Бір қолымен ыңғайсыз болып тұр жазуыны, сонда да мен сізге тез осылай жазғым келіп кетті. Содан кейін тағы да өзіңіздің командаңызға жаңа 3 адамды шақырасыз, оларға да 50 баллы дұрыстап тұрып түсіндіресіз. Сонда сізде қараңыз, мына жерде 600, 1800 балл болады. Мына жерде 3 адамды 200 балға шығарғанда, мына жерде 600 балл болады, да? И мына жаңа адамдармен сіз 200%-ке 200 балл жасайсыз. Сонда сізде 2600 балл болады. 2600 балл ол не? Ол 19, 2000 балл 19%, 3000 балл 23%. Сәл-сәл директорге жетпей тұр. Сонда сіз тез шығу үшін азғантай іс-әрекет жасап жіберіп 23%-ке шығып кетуі мүмкінсіз. Егер сол неденсе 19 или 23% әбден шығуға болады. Мына жерде 19 или 23%. Көрдіңіз ба? Ең бастысы тек қана не істейсіз? Сіз дұрыстап тұрып осы 3 адамға асықпай толықтай информация бересіз. Сол кезде сіз 3 каталогтың ішінде или не болмаса 4 каталогтың ішінде анық директор статусын аша аласыз. Және де компания беріп жатқан сыйлықты, ол халатты өзіңізге аласыз. Ал егер де сіз осы 3 адамға сен де мен сияқты халат алғың келе ме деп оларға ұсыныс айтатын болсаңыз, олар да осы каталогта 50 балл жасамай, оларды артынан адам тіркеп жіберіп, сразу 200 балл жасап, тез олар да шығуы мүмкін. Сол кезде сіз 4 каталогтың ішінде золотой директор болуда мүмкінсіз. Сол кезде сіз осы жылдың аяғына дейін соның бәрін дұрыстап жасататын болсаңыз, сіз золотой статусын қорғап тұрып, шетелге путевка ала аласыз, Португалияға. Вот. Осындай тек ол өзіңіз дұрыстап оқып, артыңыздағы келген адамдарға информация беру арқылы, оларға толық дұрыстап тұрып, шайнап тұрып, информация аузына салып берсеңіз, олар тек жұтып алады. Вот. Сол. Сәттілік тілеймін. Енді осы адамды 3 адам кім дейсіз? Ол сіз танитын көршіңіз, сіз танитын білетін апаңыз, сіз білетін жеңгеңіз. Сол 3 адамды тауға болады өзіңіздің таныстарының ішінде.
Так что давайте, я болмаса директор статусын ашыңыз, тез оларға түсіндіріп айтатын болсаңыз, золотой директор болып кетуге әбден мүмкін. Сіздерге сәттілік тілеймін. Тек қана іс-әрекетпен осындай жетістікке жетуге болады. Рахмет, видеоны до конца тыңдаған үшін.